Шағын кәсіп болғаннан кейін, бұл шағын кәсіп өзіне, бұны қалай іске асырамыз, бұның саны қанша болу керек, серіктестік деген мәселе, жалпы акционерлік деген мысалы холдинг дейміз. Мені осы мәселеге келген уақытта халық жөнін түсіну керек. Жалпы телевизорден көрді, халық білет, елбасы айтты, Қазақстан Республикасының президенті. Біз шағын кәсіпті қатты дамытуымыз керек. Соның мөлшері бүкіл түскен табыстан, ішкі өнімнен, соның 50% болу керек деді. Бізде қазір қанша деп сұрауға болады? Бізде қазір 20%. Шетелдерде 60-70%. Шетелдерде жұмыспен қамтамасыз ету шағын кәсіпті. Германияда 80%-ға шейін болады. Көрдіңіз бе? А бізде қалай? Бізде жұмыспен қамтамасыз ету өте нашар. Ашығын айту керек. 3 миллион халқымыз өзін-өзі жұмыспен қамтамасыз етеді деп, өзін-өзі асырайды деп айтады. А негізінде олар жұмыссыз деген сөз. Олардың қолдарына бір күректі қалай беру керек? Ол тек шағын кәсіп арқылы беру керек, айтқанда. Сондықтан айтайын дегенім, мынау шағын кәсіп былай бөлінеді. Мынау жеке кәсіпкерлік дейді, индивидуальный предпринимательство дейді. Ол физически лицо бір адамда болады, екі адамда болады. Ол өзі жұмыс жасайды, тіркеледі. Ол жеңіл. Ал енді шағын кәсіп, кіші кәсіп дейді, ол 50 адамға шейін тіркелуге болады. 5 адам, 3 адам, 10 адам, 50 адамға шейін шағын кәсіп. 50 адамнан ары қарай 250 адамға шейін орта кәсіп болады ол. Мені осылай тіркеле береді. Енді мәселенің бәрі енді екі жағдай. Бірінші, шағын кәсіп жасайтын адам өз ойлау керек. Мен не жасаймын? Не өндірем? Деген мәселені ойлау керек. Бір. Екінші, өкімет шағын кәсіп жасайтын адамға барлық жағдай жасау керек. Мысалы, кредит мәселесі, бизнес жоспар мәселесі, қаржы қаражат, білім жағы, оның бәрі өкіметтің жұмысы, былай айтқанда. Міне осы жағынан қарағанда шағын кәсіпке көмек аздау. Жалпы осы кәсіппен айланасам деп кредит алғандар 5 миллион екен. Оның қаншасы өтей алмай қарыз болып отыр. Себебі бұл да білімсіздіктен, ашығын айту керек. Себебі ол кредит ақша алғаннан кейін алады да не істейді? Ой, осыны бір амалы болар, балама той жасайын дейді. Әпесе құдаға түсейін дейді. Әпесе басқа үй салайын, басқа жұмысқа неғып кетеді. А негізінде ол несие алғаннан кейін, несиені тек товар өндіруге, содан пайда табуға жасау керек қой. Жерді игеруге, мысалы, мал өсіруге, айтпесе. Солай емес пе? Өкінішке орай оны жасамайды. Содан кейін сол сауатсыздықтың арқасында 5 миллион халықтың көптеген мөлшері алған кредиттерін өтемей отыр қазір банктерден. А банктеріміз өкінішке орай адамға адам деп қарамай отыр. Оларға адам емес, келген біреу ақшаны алса болды, паспортың шетін көрсетсең болды, мә саған 500 мың кредит деп бере салады. Ай, біз ел емеспіз бе? Үкімет қайда? Әкімшілік қайда? Оған айту керек қой. Мен болса бұлай жасарым оны. Мысалы, сен кредит алмақшысың. Банктың қасына бір адам отырғызып қою керек. Бір консультативті орта болу керек. Сол жерде айту керек. Сіз не істейсіз? Мен кредит алуға баратырмын дейді. Онда бізбен ақылдасыңыз алдымен. Кредит не үшін алмақшысыз дейді. Сонда түсіндіріп береді бәрін. Тойғы үшін ба? Жоқ. Басқа үй салуға, жоқ әлде шағын кәсіп жасауға. Сонда анада қиындыққа жеткізбейміз біз. Өкінішке орай ондай жоқ. Болса айтыңдар. Жоқ. Осыны жасау керек. Ол үшін жаңағы мынау аудан, қала әкімшілігінен осындай жұмыстар жүргізу керек. Халықты сауаттылығын өте көтеру керек бұны. Шағын кәсіп жасау үшін.